Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, білім алушылар, сабақ онлайн платформасына қош келдіңіздер. Жалпы бұл сабақ фонда көріп тұрғандарыңыздай физика сабағы ең алғашқы сабақ. Бүгін сабаққа қош келдіңіздер. Сабақты жүргізетін мен алдағы уақытта сіздермен физиканы толыққанды үйреніп бірге алдыға қарай жылжитын боламыз. Менің есімім Атымтай Жомарт. Осы сабақта мені көргендеріңізге қуанышты шығарсыздар. Мен сіздермен бірге болғаныма қуаныштымын. Жалпы білім алыңыздар. Дәл осы платформаға келулеріңіз бұл сіздердің алдағы грантқа, ұбт-дан жоғары балл жинауға деген алғашқы қадамдарыңыз. Физиканы қысқа, оңай, жеңіл тілде ұбт-дан жоғары балл жинайтындай деңгейге дейін бірге үйренетін боламыз. Онда алғашқы сабағымыз не жайында болмақ кеттік. Жалпы физика дегеніміз не ол? Физика табиғаттағы физикалық құбылыстарды және денелердің физикалық қасиеттерін зерттейтін ғылым саласы бұл физика. Жалпы физиканың біздің тұрмыста, өмірде алар орны ерекше. Оны әрқайсымыз, бәріміз де оны білеміз. Технологияның дамуы бар. Біздің қолымыздағы айфонымыз болуы мүмкін, самсунгымыз болуы мүмкін. Ол жалпы сол техниканың дамуы, үйдегі светтің болуы, жалпы барлығы ол әрине осы физиканың араласуымен, физиканың қатысуымен пайда болып жатқан дүниелер. Бірақ сонымен қатар физиканың біз білетін зиянды да жақтары бар. Оны біз білеміз, көріп жүргенбіз, байқап жүргенбіз. Оның да зияндары бар. Сәуле атқылайды, адамның организміне, жалпы адамның ағзасына кері әсерін тигізер, сондай бір зиянды жақтары да бар. Жалпы физиканы сабақтың форманың өзіне кірместен бұрын физиканың бір маңызды, бір негізгі тамырын бүгін өтетін боламыз. Беташар сабақ сияқты ол. Жалпы физиканың теориясын біз алдағы уақытта өтетін боламыз, формуласын өтетін боламыз. Бірақ есепті шығару барысында ең бірінші физикада назар аударылатын нәрсе ол дәреже деген дүние бар да. Формуланы жалпы әрқайсысын бір дүниені қолданар алдында жалпы дәреже деген нәрсеге мән беруіміз керек. Физикада бұның алар орны ерекше. Математикада да бұның пайдасы өте зор. Математиканың байланыстырылған түрде біз қарастырып көрейік. Қарайық. Жалпы физикада үлкен дәрежелі сандар жиі келеді. Сол дәрежелер мен дәрежелерді бір-бірімен қалай байланыстырамыз, оларды қалай формаға саламыз, қалай есептейміз, қалай қатесіз есептейміз, соны бір айта кеттік. Жалпы ең бірінші формуланы айтпастан бұрын, үстінде екі форма тұр. Бірінші форма, бізде екінші форма деп қоя салайық. Одан бұрын нәрсе айтып кетейік, қараңыздар. 10-ның 5 дәрежесі деген дүние бар да. 10-ның 5 дәрежесі дегеніміз ол 10-ды өз-өзіне 5 рет көбейту деген сөз. Дәреже деген нәрсе осы өз-өзіне 5 рет көбейту деген сөз сол дүниені. Ал ол деген бізде 10-ның артында қанша нөлі бар? Артында дәл сол 5 нөлі бар екен. Мысалға 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі дейтін болса, бұл бізде 5 көбейтілген 10-ның әрине 3 туғы тұрады, мінекей. Немесе артында 3 нөл 5000 деп жазуға болады. Осындай неше түрлі форматта жазсаңыздар болады екен. Енді бұл плюс дәрежелі сандар көріп тұрмыз, артында қанша нөл болса, 5 нөл болса, мысалға дәреже 5 болады. Артында қанша 3 нөл болса, онда дәреже 3 болады. Бұл түсінікті. Ал енді физикада плюс дәрежемен қатар минус дәрежедер рөлі. Бұл енді математикада бұл көп келе бермейді. Бірақ физикада бұның тоже атқаратын рөлі өте зор, минус дәрежемен көп келеді. Мысалға айталық бізде 10-ның минус 4 деген нәрсе бар. 10-ның минус 4 дегеніміз бұл керісінше алдына қарай жалпы 4 үтір жұртамыз деп айтқан дұрысырақ болады. Мінекей. 4 үтір. Үтірден кейін қанша цифра болса, сонша дәреже болады. Немесе бөлшекпен де жазуға болады. Көріп тұрғандарыңызда 1 бөлінген 10-ның дегенде. Мынаған қараңыздар, 16 көбейтілген 10-ның минус 9 дейді. Получится минус 9, значит алдына қарай 9 үтір жылжу керек деген сөз. Міне, мына жерде санайсыздар. Мына жерде 9
9 сан болуы шарт. Мына жерге үшеу бар, мына жерге үшеу бар, и мына жақта 9. Как раз 9 цифра бар, сол үшін -9. Алдына қарай жылжығандықтан ол минус дәрежені береді екен. Мінекей. Осылар маңызды дүниелер бар да, осы нәрсені білсек, в принципе, есептеуде калькуляторды да қажет ете бермейміз біз. Мысалы, жай ғана сандар болуы мүмкін, мысалға 0,1 дей салады. Мысалы, 0,1 деген оның минус 1 дәрежесі деген сөз да. Өйткені өтір деген бір-ақ цифра тұр. 0,03 болуы мүмкін. Өтірден кейін 2 сан тұр. Мына коэффициенттің өзін жазып аламыз міндетті түрде, дәреже -2 болады. Коэффициент ұмытып кетпеңіздер. 5 тұрса 5 көбейтілген 10-ның деген сияқты болады. 0,07 болса 7 көбейтілген 10-ның пәлінше түгенше деген сияқты сол цифраны жазуды ұмытып кетпеңіздер. Қолыма шаң сөйтін трәпкін ұстап қоймын. Көріп тұрғандарыңыздай да ол. Ал енді осы дәрежелі сандарды біз бір-бірімен байланыстырайық енді, бір-бірімен. Енді біз үйрендік. Жалпы артында дәрежелерді қалай қою керек, сол нәрсе түсінікті, енді оларды бірмен байланыстырайық. Мысалға айталық бізде, қараңыздар. Егер 10 дәрежелі 2 сан сәйкес келіп қалатын болса, олардың дәрежелері әртүрлі, сәйкесінше олардың дәрежені қосамыз, егер көбейту болса арасы. Ал егерде 2 дәрежелі санды бөлсек, онда олардың дәрежесін не істейді екенбіз? Азайтады екенбіз. Яғни бөлу деген сөз, ол азайту деген сөз. Көбейту деген сөз, ол қосу деген сөз. Мысал ретінде қарайық. Мысалға 10-ның 7 дәрежесі көбейтеміз, 10-ның 2 дәрежесі тең болады 10-ның 9 дәрежесі. Мінекей 7 қосу 2 тең 9. Бұны көбісі қалай жазады? Бұны бүйтіп жазады, тең 10-ның 14 дәрежесі деп қояды да. Ол нормально шатасып жатыр да, енді көбейтіп қойып жатыр. Көбейту тұрып көбейтем деп ойлайды. Жоқ, олай емес, бірақ ол қосады. Мысалы, дәл осы 2 санды бөлу десе, 10-ның 7 дәрежесі бөлінген 10-ның 2 дәрежесі десе, онда ол 10-ның 15 деп қойып, 10-ның 5 дәрежесі болады. Өйткені 7-тен 2-ні азайтамыз. Көрдік қой, принципе, плюс дәрежелері келсе, ол қатты қиын емес. Минус дәрежелер келіп күйдіреді да кейде оқушыларды. В принципе, безразлично ғой. Мысалға айталық, қараңыз, мынандай сандар келеді да. 0,00 жаңағы 9 көбейтілген, например, айталық бізде 10-ның 7 дәрежесі деп қоя салайық. Тең болады. Мысалы, есептеу керек. Бұны бірінші не істеген дұрыс? Бірінші тұрған санды дәрежеге келтіріп алған дұрыс болады. Яғни 9 көбейтілген 10-ның ол қанша дәрежесі? 9 көбейтілген 10-ның артында қанша сан тұр? Бізде 3 сан тұр. Минус 3 дәрежесі. Көбейтеміз 10-ның 7 дәрежесі дейді. Тең 9 тұра береді бізде. Көбейтілген 10-ның минус 3 плюс 7 10-ның 4 дәрежесі. 9 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деген сөз. Мінекей. 1 минус 1 плюс, 7-дің алды плюс болып тұр ғой. 1 минус 1 плюс ол азайтуды береді түбінде, азайтып жібереміз міндетті түрде. Бөлуде де тоже шатас қалмау керек. Мысалға 0,05 бөлінген, например, 0,0005 деп қойық. Тең болады. Бірінші үстін келтіріп алайық. Бұл 5 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Бөлеміз. Астында 5 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі? Қанша сан тұр бізде? 5 өтір, өтірден кейін. Значит, минус 5 дейміз. Тең болады. 5-5 қысқарады. 10-ның минус 2 көбейтілген 10-ның минус 5 плюс 5 болып өтіп кетеді. Сонда ол 10-ның 3 дәрежесі деген сөз екен. Мінекей. То есть астындағы минус үстіне ол міндетті түрде плюс болып өтеді деген заңдылық былайша айтқанда. Міне осындай қарапайым заңдылықтар бар. Осы нәрселерді жақсылап білсек, в принципе, именно дәрежеге байланысты келген кезде қиналмаймыз. И плюс көп жауаптық варианттарға келген кезде де в принципе проблема болмайды бізде. Кеттік, екінші дәрежені қарап көрсеңіздер, 10-ның x дәрежесі сыртында y дәреже тұр, и ол бізде 10-ның x көбейтілген y. Яғни дәреженің сыртында дәреже тұрса, олар бір-біріне көбейтіледі деген сөз. Дәреженің сыртында дәреже, олар көбейтіледі. Мысалға, 10-ның 9 дәрежесі сыртында квадрат бар дейді. Тең 10-ның 18 дәрежесі болғаны. Например, мынандай жағдайлар кездеседі. Мысалға айталық, 40 мың деген санды квадраттау керек болады. В принципе, калькулятормен квадраттау қиындық туғызады. Сол үшін оны былай шығарамыз. Міне мына жазсам, бұл 4 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі деген сөз. 4 көбейтілген 10-ның қанша нөл тұр артында? 5 нөл тұр. 5 дәрежесі. Сыртында несі бар? Сыртында квадраты бар. Тең болады 4-тің квадраты 16, ал 10-ның 5-ті 10-ның 10 деп ашып жібереді екен біз.
Жалпы осы, яғни дәрежеге келген кезде басты дүние осы, осындай нәрселерді, осындай жағдайлардан қиналмай шыға білуіміз керек екен. Ал егер осы ондық дәреже түбірдің астында тұрса, мысалға, ондай да жағдайлар енді аз келеді, осында жазып қоя салсақ болады екен, оның x бөлінген 2 дәреже 2-ге бөлініп шығады түбірдің астынан. Осындай заңдылық бар. Жаңағы мысалға айталық, 9000 деген сан түбір астынан шығару керек болса, бұл 9 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі түбірдің астында. Тең 9-дан 3 шығады, ол анық. Ал дәреже 10-ның 4-тен 2-ге бөлініп шығады, 10-ның 2 дәрежесі болады. Мысалға, нәрде 10-ның, мысалға 12 дәрежесі болса түбірдің астында, ол 10-ның 6 дәрежесі деген сөз. Минус 12 болса, минус 6 деген сөз. Болды, осындай заңдылық, и все, осы нәрсені білсек, в принципе, қиналмайды екен біз. Бұл басты бірінші дүние, бүгінгі сабақта айтатын бірінші басты нәрсеміз осы. Егерде жазып үлгере айтсаңыздар, белгілі бір түсінбей қалсаңыздар, онда әрине паузаға қойып, бір асықпай қарап шықсаңыз болады. Бірақ мыналарды мұқият жазып шығыңыздар. Кеттік, ары қарай. Келесі айтылатын дүние ол ХБЖ деген нәрсе. ХБЖ бұл бүгінгі сабақтың соңғы айтатын дүнием осы. ХБЖ физикада ХБЖ-ның алар орны то же самое үлкен рөл атқарады. ХБЖ, яғни халық аралық бірліктер жүйесі деген сөз, дұрыс па? ХБЖ. Жал физикада әрбір элементтің өзінің ХБЖ-лық өлшем бірлігі бар да. Яғни негізгі өлшем бірлік деген сөз. Мысалға, бірінші тұрған дүние ол не ол? Бізде бірінші тұрған дүние менің ойымша бұл масса сияқты. Өйткені М деп тұр, масса. Негізгі ХБЖ-дағы өлшем бірлігі КГ, яғни килограмм. Негізі ХБЖ-дағы өлшем бірлігі килограмм. Бірақ оны килограммнан да бөлек, мысалы тоннамен айтады, граммен айтады, ол нормальный нәрсе. Бірақ физикада есептеген кезде оларды айналдыруымыз керек. Мысалға айталық, М тең 7 тонна десе, 7 деп шығарсаң есеп қате шығады. Сен шығару керексің оны қанша деп? 7 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм деп шығару керексің. Немесе 7000 деп шығар. Қалай ыңғайлы? Бірақ әрине дәрежемен жазған всегда ыңғайлы. Мен өзім всегда дәрежемен шығаруға тырысамын да есептерді. Граммен келеді мысалға. М тең жаңағы 400 грамм деп қояды. 400 граммды килограммен жазу керек. Бұл деген сөз 400 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі деген сөз. Тең болады ол 3-е тұрғайыру керек деген сөз. 1, 2, 3, 0,4. Бұны енді 0,4 деп жазасаған ыңғайлырақ. То есть біз жатқа білуіміз керек. Тонна ол 10-ның 3 дәрежесі килограмм деген сөз, ал грамм 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деген сөз екен. Бір тоннада 1000 килограмм бар. Осындай заңдылықтар. Бұл түсінікті, Бұны енді жатқа біліңіздер, бұл білуіміз керек, біз үшін ол заңды нәрсе, в принципе, қиын емес. Келесі ХБЖ-ға байланысты айтылатын дүниелердің бірі ол уақыт деген нәрсе бар да. Өте маңызды дүние, уақыт тоже көп келеді. Уақыт 1 сағатта 3600 секунд, 1 минутта 60 секунд деген сөз. Мысалға айталық, негізгі ХБЖ-лық өлшем бірлігі бізде секунд. Мысалы есеп тестта 5 минут деп көп келеді, например. 5 минут. Егер де сіз есепті 5 деп шығарсаңыз, формаға 5 деген санды салсаңыз, тыңның орнына, яғни басқа сан шығады ғой. Ал сен оны дұрыс қалай алу керексің? 5 көбейтілген 60 болу керек та, тең 300 секунд. Яғни 5 минутта 300 секунд бар. Уже 300 деген цифрамен 5 деген санның разницасы бар ғой, дұрыс па? И сәйкесінше жауапта да ол рөл ойнайды. Тош 2 сағат деп келеді, 7200 секунд дейсіздер. 1 сағатта 3600, немесе 60 минут бар, ал 1 минутта 60 секунд бар деген сөз. Одан бөлек, үшінші енді окошкада әртүрлі енді 2 түрлі нәрсе жазылған берді. Біріншісі ол S дейді. S деген ол бізде жүріп өткен жол 1 километр. Мысалға, біз өзіміздің жүріп өткен жолымыз метрмен есептеуіміз мүмкін, бірақ машина метрмен есептемейді. Машина километрмен есептейді. Самолет километрмен есептейді. Мысалға айталық, S тең жағы теста сізге 40 километр деп кеп қалса, сіз біліп тұру керек, что бұл 40 000 метр екенін білу керексіз да. Арғы есеп шығарасыз. Енді кейде болады, километрді қатты айнал. Бұл километр енді жандай по желанию аударылатын нәрсе негізінде көп, былай оны есептерді аудара бермейді. Одан кейін бар көлем деген дүние бар, В1 литр дейді. Мысалға, ол деген сөз, яғни 1 литр дегеніміз, оның минус 3 дәрежесі метр куб, 1000-нан 1 метр куб деген сөз да. 1000-нан 1 метр куб. Бір ғана литр 1000-нан 1 метр куб жерді толтыра алады деген сөз, былайша айтқанда. Мысалы тестті айтатымыз, 20 литр деп келсе, сен бұны 20 көбейтілген 10-ның минус 3 деп барып қана есепке кіресің да.
20 литр деп есепке кіруге болмайды. 20 көбейтілген оның минус 3 дейсің, сосын барып есепке кіресің. Келесі ХБЖ-ның маңызды бір өлшемдері, қараңыздар, тағы да 3 окошко шықты бізде. Бірінші окошко бұл ұзындықтар. Ұзындық. Бұл жолдың ұзындығы емес, бұл енді қысқа ұзындықтарды, который ұзындығы L болады, и өлшем бірлігі бұның метр болатын нәрселер да. Ал екіншісі көріп тұрғанда квадраттар бар бұл жақта. Мінекей квадраттар бар. Ал квадрат бізде неде болады? Квадрат бізде аудан деген дүниеде болады да. Аудан негізгі белгіленуі S, және де өлшем бірлігі бұның метр квадрат деген сөз. Мінекей метр квадрат, ол аудан, ұзындық, аудан, и үшіншісі көлем деген дүниені. Көлем. Көлем бұл V, негізгі өлшем бірлігі бізде метр куб болады деген. Метр квадрат, метр куб. Үшеуін байланыстыратын бір формула бар. Жалпы көлем дегеніміз ол аудан менен ұзындықтың көбейтісіне тең. SL, яғни S аудан метр квадрат, L ұзындық ол метр. Метр квадратқа метрді көбейтсек, метрдің не жазып мен құдайым, метрдің 3 дәрежесі. Ой, оны так, өшіре салайықтан қырсын. Ешкім көрмесін. Так, метрдің 3 дәрежесі деген сөз екен. Мінекей. Осылай, метр квадрат көбейтеміз метр тең метр куб деген сөз. Осы V тең SL деген өзінің сондай бір формуласы бар. Яғни, мына бөлменің көлемін табу үшін мен не істеймін? Артындағы стенаның ұзындығын, екінші еніне ұзындықты енге көбейтемін дағыны, ұзындықты енге көбейтемін, биіктікке көбейтемін. Сөйтіп бөлменің көлемін тауып аламын. S деген бұл табаныңа жердің ауданы, ол табанның ауданы. Ол біздегі ұзындықпенен, былайша айтқанда, еннің көбейтіндісі. L деген ол бізде ұзындық, бөлменің ұзындығы немесе биіктігі деп айтса да болады бұл нәрсені. Ұзындықты L деуге болады, немесе H десек те болады екен. 1 дециметр, оның минус 1, сантиметр минус 2, миллиметр минус 3. Сәйкесінше миллиметр неяқта минус 6, неяқта минус 9. Неяқта минус 9, минус 6. Дәрежесі көбейген сайын, квадрат көп болған сайын, оның саны да көбейе береді. Бұларды жатқа білуіміз керек. Принципе, жаттау өте оңай. Минус 1, минус 3, минус 2, минус 4, минус 6, минус 3, минус 6, минус 9. В принципе, бір прогрессия бар сияқты арасында, определен бір сандар аралығында бұлар артып жатыр, көбейіп жатыр. Жаттау оңай. Мысалы, квадрат десе 2 сан қосылады. Куб десе 3 сан қосылады. Бұл. Салмыдан дециметр бірінші тұрады, сантиметр екінші тұрады, миллиметр үшінші тұратын білуіміз керек. Мысалға тестта көбінесе былай келеді. Мысалы, бір жердің биіктігі деп қояды, мысалы 200 сантиметр дейді. 200 сантиметр ол 2 көбейтілген 10-ның сантиметр деген бізде мына жерде тұр. Ол минус 2 дәрежесі. Еще 200-ның артында өзі 2 нөлі бар, осына минус 2 мен 2 нөл қысқарады 2 метр деген. То есть 200 сантиметр ол 2 метр. Мысалы, менің бойым, например, 170 сантиметр да. Получится 1,7 метр болады деген сөз. 170 сантиметр ол 1,7 метр. Қалай білдім? Минус 2 тұр солға жылжу керек, біреу, екеу, 1,7 ровно түсті. Вот осылай. Осылай заңдықты білсеңіздер, в принципе, қиналмайсыздар. Енді соңғы соңғысы, ол универсал өлшемдер деп айтады. Жалпы 3 түрге бөліп жатыр қоя. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Мына үшіншісі енді. Бұл топчик. Самый топ осы. Не үшін десеңіздер, өйткені бұлар универсал да, бұлар универсал. Бұлар андай крутой өлшем бірліктермен жүреді да, бұлар крутой элементтермен жүреді да. Қараңыздар, кило, милли, антоним бір-біріне. Мега, микро, мына кішкентай әріптерін жатқа білуіміз керек. Гига, нано, тера, пико. Үстіндегі мынау 1 менен 2 нереально хит, бұларды енді прям 1 мен 2-ні жақсылап жаттағаныздар. Ал 3 пен 4 астындағы екеуі олар по ходу. По желанию жаттап алсаңыздар болады. Үстіндегі 4-ін білу керексіздер. Килоны, миллиді, меганы, микроны білу керексіздер. Бұлар енді келеді енді, олар көп келеді. Мысалы, F деген нәрсе бар, физикада F. Бұл күш дұрыс па? F деген күш. F деген күш, мысалы есептеп береді сіздерге 60 килоньютон дейді. F тең 60 килоньютон. По идее, бұның өлшем бірлігі тек қана ньютон да, n ғана. К деген нәрсе жоқ бұда. Ал сен ол к-дан құтылу үшін, неққа оны 3 деп шығару керек боласың, міне, уже нормально. Енді қызықтарыңыздар, енді мен бір қызық айтайын сіздерге, қараңыздар. Мысалға, физикада тағы да қысым деген нәрсе бар да, P деген нәрсе бар. P, қысым да бұл. Мысалға, қысымды сіз есептеп болдым, қысымды тап деген бір формула салдың, есептедіңіз, есіден андай сан шықты мысалға. 0,4 паскаль шықты мысалға. Өлшем бірлік паскаль, 0,4 паскаль.
бірақ 0,4 паскаль деген жауап жоқ. Жауаптың бәрі миллипаскальмен келген да. Мысалы жауаптар мынандай да: 40 миллипаскаль, 400 миллипаскаль, жаңағы 4000 миллипаскаль да, короче. Жауаптар осындай. Бәрі 4 да, бірақ 4 болса белгілей саласың, оны бәрі 4 да коэффициент. А жауабын жазған 0,4 миллипаскаль деп қойған да, мысалға. Жестко шатастыратын, мысалы 0,4 миллипаскаль дұрыс емес ол. Сен есептедің, 0,4 паскаль шығып тұр сенде. Сен миллимен жазу керексің да, ал бұны қалай миллимен жазасың? Милли деген ол -3. Получается, бұл 400 миллипаскаль болу керек болады да. Өйткені милли деген ол оның -3 қой. Сонда 3 өтір қайырған кезде 0,4 шығу керек та, получается. Түсінікті ғой? Осындай бір қызық нәрселер бар. Прям жауабын табатын кезде де көп көмектеседі. И мынау хбжлар мен сіздерге совет жақсылап жаттағаныңыздар өтініш. Мен сіздерге бұның чек-лист ретінде қағазында жіберетін боламын. Жаттау қиын болып жатса, холодильникке жабыстырып тастаңыздар, бүкіл көрінетін айнаға, көп қарайсыздар ма қыздар, айнаға жабыстырып тастаңыздар, не знаю. Жабыстырып тастап, осын көбірек жаттауымыз керек. Жалпы бірінші сабақ осы, бітті осымен сабағымыз. Біршама дүниелерді өттік. Енді алдағы сабақтарда жалпы бірнеше элементтермен танысатын боламыз, бірнеше формулармен, форманы қалай жіктейміз, қорытамыз. В принципе, алда сіздерде бірнеше сабақ болады. Құдай қаласа, келесі сабақтарда сіздермен бірге жолығамыз, кездесеміз. Менің есімім Атымтай Жомарт, сіздермен бірге осы платформада сабақ өтетін боламыз, және де сіздерді көргеніме сіздерге бар білімді аянбай, ерінбей, шаршамай беретін боламын. Сондықтан да сіздер де ерінбеңіздер, және де еңбектеңіздер.